Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім Таро жорамалы. Әдеттегідей көп болды. Көп уақыт болды мен YouTube желісінен шықпағаныма. Бүгін мені сол үзілісті әрі қаратай жалғастырамыз деген. Сол үзілістердің орын қалыпқа келтіріп, өзіміздің жорамалымызды әрі қаратай жалғастырамыз деген үміттемін. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып, лайк басып, өздеріңіздің қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Мен сіздерге қуана алдағы уақытта өзімнің жорамал болжамдарымды салып отыратын боламын. Мендегі жорамалдар легі білесіздер, махаббат жолына арналған. Сондықтан да махаббат бүгінгі жорамалымыз махаббат туралы болмақ. Дегенмен де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қандай да бір мазалап жүрген сұрақтарыңыз, мазалап жүрген ойлар болатын болса, тақырыпта көрсетілген номерге хабарласу арқылы сіздер менімен байланысқа шыға аласыздар. Не болмаса комментарийға өзіңіздің сұрағыңызды жазып кетсеңіз, алдағы уақытта сол туралы тақырыпта, яғни бізде жорамал шығатын болады. Тағдайда кететін жайт. Егер қазір жорамалды бастап ашып шығарамыз, сол кезде характеристика бойынша, яғни бірінші характеристика бойынша 70%, 65-70%-дан ұқсап тұратын болса, жобасы, мынау менің серігіме, не болмаса жолдасыма, не болмаса менің ұнатып жүрген жігітіме, сөйлесіп жүрген жігітіме деген сияқты сондай сәйкестіктер бар болатын болса, ол кезде бұл жорамал сізге арналған деп айтар едім. Ал егер ондай ұқсастықтар, характеристикасы жағынан сәл где-то 50%, не болмаса одан төмен болып жататын болса, ұқсастықтар, ол кезде бұл жорамал сізге арналмаған. Ал ер азаматтың ойы, сезімі, махаббаты деген тақырыпта бүгінгі жорамалымыз жүретін болады. Енді алдымен ер азаматтың қандай қасиеті бар екен, характеристика беріп алайық. Ер азаматқа қатысты характеристика беріп алайық. Ер азамат қандай? Сізге көрінбей қалады екен, Реті осы жобалардан бастап қоя берейін. Жасампаз адам деп айтар едім. Жасампаз адам. Қаңғу десе бірінші кезекте тұратын адам деп айтар едім. Тек бірінші характеристика беріп өтейік. Не деп тұр бұл жерде? Девятка пентаклей картасы бойынша жасампаз адам деп айтар едім. Жасампаз адам өзінде жоқ нәрсені, өзіндегі біреудің нәрсесін тіпті өзімдікі деп айтуға шейін тайынбайтын адам деп айтар едім. Болады ғой енді көбіне құрбы-құрбыластар арасында, немесе дос-жарандар арасында соның жанында жүріп, бір апта, 2 апта жүріп, соның жаңағы көлігімен, әйтеуір біресе ол айдап, біресе жаңағы жолдасын өзі айдап деген сияқты сондай моменттерде көбіне бұл менікі, мен одан сатып алып жатырмын, келісіммен сатылып алынып жатыр, мен осындай өзгерістер жасайын деп жатырмын, қандай да бір осындай бір өзіме арнап, өзіме арнайлап алып жатырмын, осындай іс-әрекеттер жасап жатырмын, не болмаса осындай өзгерістер болып жатыр. Мен деген жобамды алдағы уақытта өз өмірімді жақсы жағына қарай өзгертіп деген сияқты сондай бір жасампаздылық көрініп тұрғандығы. Яғни өзінің дүниесі емес болса да, бұл менің дүнием, мен өйстіп жатырмын, сөйтіп жатырмын дейтін қасиетте. Сосын мүлдем біреудің негізінен қасында қанша адам топтасып жүрсе де, бұл біреудің сөзін, әңгімесін онша не қыла қоймайды. Қалай айтсам болады, тыңдай қоймайды. Не болмаса
көбіне біреудің айтқанын тыңдап отқан сияқты болып көрсетеді да, иә досым, ойбай сен күшті айтасың, сен дұрыс айтасың, ойбай сенен күшті дос жоқ, мен қанша адаммен араластым, сенің соның ішіндегі ең тәуірі сенсің, құлақтан тебе беретін адам деп айтар едім былайша айтқан кезде. Сен күштісің, сен ондайсың, сен мындайсың деген болмаса, оны тыңдап тұрған, оны құлағына асып тұрған ол өзі де жоқ деп айтар едім. Және де көбіне өз-өзін бірден жерге тастап жіберетін адам деп айтамын. Өз-өзін жерге бірден тастап жібереді. Қандай да бір қиындықтар болған кезде, қандай да бір әшейін бір болар болмашы, например, жаңағыдай кредитке бір 50 000 теңге жетпей тұрса, не болмаса болатын уақыттан болады ғой, жаңағыдай біреуден қарызға ақша алып қойдым да, соның уақытынан бір 3 күннен кейін түсейін деп тұр ақша. Сондай кездерде өзімен өзі мұрты сынып кететін адам, қандай да бір қиындықтар келген кезде мұрты сынып кететін адам деп айта аламын бұл адамды. Және де колесница жолы, бұл жерде жолының ашықтығын, не болмаса жаңағыдай бір жерге жол жүрейін деп тұрғандығын көрсетіп тұрған жоқ. Бұл характеристикаға келген кезде, мінез құлқына, адамның мінез құлқына келген кезде ойнамалы деп айтар едім. Біресе ары, біресе бері жылпылдап, әр адамға өзінің бір жаңағы кетігін тапта бір барқалан деген бір тақырып жолы бар ғой, тақпақтың өлеңнің тақпақ жолы бар ғой, сондай. Сол сияқты мен де бір тұлғамын, мен де бір немін, бір асып, тасып, бір нәрсе жасап, бір дүниені қопарып тауып атқан адам сияқты болып көрінуі мүмкін, дегенмен де ондай емес екендігін мен анық айта аламын. Зу бұл деген. Біресе ары жүгіреді, біресе бері жүгіреді. Қай жерде жаңағындай тегін тамақ бар, қай жерде тегін зат бар, сондай жерлерде жүретін адам деп айтар едім. И 7 жезлов. Қорқыныш әрине бар. Қорқыныш бұда әрине бар. Ал дегенмен де осыншалық 4 картадан өтіп характеристикасына келетін болсақ, бір қалыпты үнемі жаңағы тіл табысу жағынан, қандай да бір ортада болсын, қандай да бір жолға кетіп баратқан, мысалға жаңағы өз қаласынан Астанаға, не болмаса бір ауыл арасындағы жерлерге, бейтаныс адамдардың ортасына түскен кезде де өзі басқалар туралы, өзінің мен туралы не ойлайды екен сияқты дегендей қорқынышы міндетті түрде бар деп айтар едім. Мына карта бойынша характеристикаға келетін болсақ, бұл характеристика үнемі біреулерді алдап, өзін аузына қаратып, аузын жаңағындай аштыртып, ойбай мынау не деген күшті еркек, мынау не деген күшті әйел деген сияқты, например, болады ғой. Не деген күшті әйел, ойбай мынау не деген күшті қыз, немесе не деген күшті бала, ойпырмай 8 қырлы бір сырлы екен, аузымен орақ оратын, қолынан келген кезде ештеңе де келмейтін адам деп айтар едім. Егер сіз өзіңіздің жаңағы жігітіңізді, не болмаса әйеліңізді, не болмаса жолдасыңызды, танысыңызды, ойлап отқан адамыңызды осы характеристика бойынша көріп отырсаңыз, ол кезде бұл егер яғни сіздің жаңағы аштырып көргіңіз келген адамыңыздың характеристикасына, мінез құлқына 65-70%-дан асып сәйкес келетін болса, онда бұл сіздің жорамалыңыз. Қош келдіңіз жорамалға деп айтар едім. Көрейік, дәл қазіргі сәтте жігіт немен шұғылданып жатыр, соны көрейікші. Ең маңызды сұрақ осы ғой, кім үшін болса да. Қандай энергетикада жүр, нендей мәселемен, нендей өзгерістермен жүргендігін дәл қазіргі сәтте көрейік. Нақты ер азамат, әйел азамат көріп отқан сізге айтар едім. Ойыма келгенді жасаймын деп жүр. Данный момент ойыма келгенді жасаймын, жасағым келген нәрсені істеймін, істегім келмеген нәрсені істемеймін, өзім білем, өзім қоям дегенге сондай ойға салып тұрғандығы көрініп тұр. Ақмақтарша жүр, міне, ақмақтарша жүр, ақмақ адамша, ақмақ адамның іс-әрекетін жасап жүр. Дені саудың тамағын ішіп, жындының әңгімесін айтады деген әңгімен деп айтар едім. Рыцарь жезлов. Істемеймін емес, істеймін, жасаймын деген
андай не бар, ұмтылыс бар, жасаймын, жасай аламын. Дегенмен де асығыстыққа салып қоятындығы тағы да көрініп тұр. Асығыстыққа салып, жаңағындай жоқ жерден әр нәрсені ойлап тауып, жоқ жерден төзімсіздік танытып, сондай бір арада болып тұрған кішкентай мәселені дәу қылып жібереді деген, түймедейді түйедей қылып жіберетін тағы да бір сондай мінез құлқын байқап тұрғандығым тағы да бар. Семерка жезлов картасы бойынша, восьмерка жезлов картасы бойынша, семерка деппін ғой. Восьмерка жезлов картасы бойынша бұл картада нені бейнелейді? Ары бері өтіп баратқан әңгімені, ары бері не айтады екен? Жаңа менің именно ер адамды айтамын, ер адамның ойы бұл жерде. Жаңағы не істеп жатыр екен, ол не қылып жатыр екен, сенен бір хабар күтіп отырады, үнемі бір хабар күтіп отырады деп айтар едім. Басқа біреулердің ауыздан естісе де құлақ салып тыңдап тұратындығы тағы бар. Инстаграм, ватсап, статусқа не саласын соны аңдып отыр. Инстаграмға не салады, не пост шығады деп оның бәрін аңдып отыр. Тикток желісіне де не қылады екен, не істеп жатыр екен, сенен көрген әрбір видеосы, сенен шыққан әрбір жаңағы репост жасаған әрбір видеоларының әрқайсының мән мағынасын дұрыстап тыңдап отыр деген құлақ түріп отқандығын көрсетеді. Және де қарым-қатынас, арақатынас, яғни екеуіңнің арақатынастарың қосыла ма екен, қосылып қала ма екен, қандай жағдай жасасам болады деп біріктіріп тұрғандығы бар. Міне, біріктіріп тұрғандығы бар. Яғни бұл өз бетімен білген жасап жүргендігі рас, әрине. Жаңа ойнай кен істеп, түн сағат 2-де келіп, түн сағат 3-те келіп, мақұл екеуің екі жақта, ол өзінің үйінде, сен өзің үйінде деген сияқты ондайда болып жатқан оқиғаға байланысты. Дегенмен де екеуің екі жақта жүрсеңдер де қайтадан қосыламыз, қайтадан біргеміз деген нәрсе көрініп тұрғандығы түсіп тұр маған. Нақты қазіргі сәттегі ойы оның сондай болып тұр. Қосыламыз, қайтадан біргеміз деген ойда тұр. Саған деген сезімі бар ма? Саған деген сезімі бар. Карта дьявол. Императрица, карта дьявол, верховная жрица. Опа. Бұл нәрсе әрине жақсы. Әрине күшті. Дегенмен де азғындап тұрған, азғырып тұрған қарым-қатынаста осыны былай қаратай бола ма, болмай ма, қалай болады деп тұрған. Если мен айтар едім, екеуіңнің қарым-қатынастарыңа нақты әйел адам түсіп тұр. Міне, верховная жрица и королева жезлов. Королева жезлов көбіне жұмыстың жағындағы, яғни сенің жұмысыңдағы әйел. Яғни мына ер азаматтың жұмысындағы әйел адам деп көрсетіп тұр. Не болмаса көрші әйел адам деп түсуі де мүмкін. Екеу отырып алып өсек айтып отыр деп айтпас, өсек айтып отыр десем де болады. Отырып алып өсек айтып отырады, жамандайды. Егер көрші әйел болатын болса, жоқ көрші әйел болмаса, жаңағы танысының қызы, мынаның танысының қызы болуы да мүмкін нақты. Дегенмен де бұл жерде тағы айта кететін едім. Егер тек қана былайынан шығып, мақұл, міне көрсетіп жіберейін тағы да. Егер тек қана былайынан шығып, үшінші карта басқа карта болып шыққанда, верховная жрица емес басқа карта болып шыққан кезде, мен ол кезде айтар едім, қарым-қатынаста тіл тиген, көз тиген, басқа тиген деп. Дегенмен де бұл жерде если осылайынан түссе, тіл көз бар араларында деп айтар едім. Ал бұл жерде замешательство араласуы, яғни тек қана тіл көз емес, бұл жерде әйел адамның араласуы, яғни сенің, мына камерадан көріп отқан адам, сенің енең, не болмаса қайынбикең, екеуінің, не болмаса қайын сіңілің деген сияқты. Сондай арақатынастың араласуына байланысты сендерде карта дьявол. Яғни бұл жерде нақты дуа бар деп те айтар едім мен.
ажырастыру мақсатында, екеуіңді бөліп жіберу мақсатында, қазір жаңағы екінің бірінің сөзі, кім ажыраспай жатыр, кім не істемей жатыр, кім сөйтпей жатыр, кім бүйтпей жатыр, не дегенмен де ол аманаттап алған адамына көбіне жаңағы, артық айтсам да ренжімеңіздер, енелердің тарапынан көп әділетсіздікке душар болатын келін деп айтар едім. Карта солнце. Бірақ аяғы татулықпен және бірігумен, бақытты болып тұрғандықтарымен аяқталатындығы көзге көрініп тұр. Сезімі бар саған деген. Былай тартса өгіз өледі, былай тартса арба сынады. Мынаның сөзін сөйлейін десе, мына жақта әйелі қирап тұр, әйелінің сөзін сөйлейін десе, мына жақта шешесі тоңқайып отыр. Сонымен екі ортада далбасалап тұрғандығы бар бұл ер азаматтың. Дегенмен де отбасы деген не? Отбасы деген ол әйел мен еркектің екеуінің бірігуінен пайда болатын сөз ғой негізі. Сөз, құр сөз емес. Отбасы деп сен біреудің баласы болсаң, ата-анаңның отбасына сен мүлдем кірмейсің. Ата-анаңның отбасы ол бөлек отбасы. Сенің өзіңнің құрған отбасың, ол сенің отбасың. Сол сияқты ер адамдарға да менің негізі мына немді, таро жорамалымды ер адамдарда басым бөлігі көреді. Басым бөлігі ер адамдарда көреді, әйел адамдарда көреді. Бірақ қызығушылық тек қана әйел адамдарда ғана емес, ер адамдарда да бар деген кеп тұр. Сол ер адамдарға айтатын, бірі біледі, бірі білмейді. Жаңағы бір үйге қазір екі келін түгілі, бір ене мен бір келін сыймайды. Жауапкершілікке алғаннан кейін жаңағыдай отбасы қылып, сенің отбасың, өз отбасын тастап, сен үшін осы қораға келгеннен кейін көбіне әйел адамның ажырасып кеткеннен кейін ажырасам деп жаңағыдай нақты ажырасқаннан кейін барып миларына жетіп жатады. На самом деле біздің ситуациямыз осыншалықты ушыққан екен ғой деп, оған дейін ешқандай да бұтын да көтермей, аяғын да көтермей, диванның үстінде жататыны өтірік емес. Нақты қарым-қатынастағы кедергілер. Бұдан басқа қандай кедергілер бар? Айттым ғой, екі ортада қой өледі, қоз өледі деген сияқты. Біріктіріп тұр, бәрібір де біріктіріп тұр. Көп ойға қалады. Жаңа әйелі мына жерде маған в основном айырылысқан дегенде айырылысқанға да жатпайды. Жаңағыдай ренжіп үйіне кетіп қалған біреуі, ренжіп үйінде жатыр, мен бармаймын деп артынан, например, да, сондай отношениеге көбірек кеп тұр мына жерде. Не деп айтам? Әйелім өзінің үйінде білгенін істеп жатқан шығар, телефонмен әркіммен сөйлесіп жүрген шығар деп ойлап отыр. Әр нәрсені бір ойлап отыр. Енді басқа біреулермен де кездесіп жүрген шығар деп. Оның асығы түгел деп көрсетіп отыр. Дегенмен де мына әйел верховная жрица картасы көп нәрсені өтірік айтады деп көрсетіп тұр. Алдау, мошенничество, қалай айтсам болады, көп сөзді, екі сөзінің бірі өтірік десем де құлаққа кіреді. Жасамаған нәрсені жасады деп келінін кінәлау, бұл деген өте дұрыс емес нәрсе екендігін айтқым келеді. Бұл ер азаматтың дәл қазір маған біреу жөн сілтеп, жақсы бір ойлану үстінде болып отқандығы көрініп тұр. Дегенмен де бір айтқанын, осының жан дүниесін түсінетін бір үлкен кісі келіп әңгіме ғып айтса деген ойда бар. Дегенмен де бұл да кетәрі емес. Отбасын тастап жібергісі кеп тұрған жоқ. Отбасымен бірге бірігіп, өз тонын, өз жүгін өзі көтеруге дайын екендігі көрініп тұр. Айтпайын десең, айтқызады. Айтсаң айтты дейді. Біздің қоғам негізі дұрыс емес қой. Ер азаматтың алдағы уақыттағы шешімі не болмақ? Үлкен сабақ алады деп көрсетіп тұр.
не рыба не мясо болып тұр қазір осы тұрыста. Не ар емес не бер емес, нақты уақытты керек етіп тұр. Бір ай не болмаса 2 апта деген сияқты, не болмаса 3 апта деген сияқты. Сол уақыттың ішінде өзінің үйіндегі жағына тыңдап отқан, құлағына асып, ойбай менің пәленшем, менің әпкем деген алтын, менің әпкем деген түген сүген деп отқан адамның қандай адам екендігін көз жетеді. Карта справедливость. Карта справедливость, яғни ара қатынаста әділеттілік орнайды дегенді көрсетіп тұр. Қанша дегенмен де сол бағанағы бар характеристикасы, оның мына алдыда шыққан характеристикасын сен оның жаңағы 30 жылдан бері, 20 жылдан бері қалыптасып қалған мінезін сен өзгерте алмайсың бәрібір де. Өзгермейді да ол. Қисық өскен ағаш, ол қисық өседі. Жаңа қисық өскен ағаш деп көбіне әйел адамдарды бейнелейді ғой. На самом деле мен әйел қисық қабырғадан жаратылған дейді. Ладно, қисық қабырғадан жаратылған, бірақ көбіне қисық ағаш деп көбіне теңейтіндері бар. Негізі ол теңеу ер адамдарға арналған теңеу. Мақұл, әйел қисық қабырғадан жаратылды. Дегенмен де қисық ағаш деген ол туа бітіп, қандай үйінде манера қабылданды, жаңағыдай манерамен өсті, үйінің менталитеті, тұрмыс тіршілігі, тынысы ол үйдің. Ер азаматтың сол үйден жаңа арақ ішіп өссе, әкесі арақ ішіп, соны қалыпты жағдай деп түсінген адам, мысалы үшінге. Не болмаса жаңағы тағы бір туысқаны әйелін сабап ұрып жатса, сол нәрсені жаңағы қалыпты жағдай деп қабылдап өскен ер азаматтың қисық болып өскен, дұрыс емес жаңағы бағытта өскен ер азаматты сен ешқашан түзей алмайсың. Дегенмен де үйіндегі болған ситуациялардан өзінің сабақ алатындығы бар. Жаңағы қай кезде болмасын, қандай жағдайда болмасын, қандай ситуацияда болмасын, жаңа болады ғой, жаман ситуацияда ер азаматтың қасында жаңағы именно осы конфликтте, например, сенімен ол ер азаматтың арасында, немесе сенімен ол әйел адамның ара қатынасында екеуінің конфликттеріне көбінесе сенің шешең қосылады. Сенің шешең деп отқаным, например, ер азаматтың шешесі қосылады. Осыған ақ түк жетпейді екен, бар нәрсені ұқсатып, сөйтіп, үйтіп, күйтіп, ол өзінің жаңағы ақшасына қалтасын салып алып, черный кассаларын жағалап жүргенмен шаруасы жоқ. Сен даже бір кафеге алып шығуға шамасы жоқ. Сондай моменттерде өзінің көзі жетеді. По-любому мен кірімді де дұрыстап жуатын, тамағымды да шай берші десең де шай беретін менің өзімнің әйелім екен ғой деп маңдайына таяқ тиеді дағыны, сөйтіп дағыны келеді деп көрсетіп тұр. Саған сезімі оң әлі де, ешқандай да мен кері әсер көріп тұрған жоқпын. Дегенмен де бұл жерде қарым-қатынас в основном екі қатынның басы сыймай отқандықтан үйде, екі қатынның сөзге келіп қалуынан, екі қатынның біреуінің сөзін сөйлей алмай отқандығынан, в основном біреуінің сөзін сөйлей алмай отыр дегенім жаңағы өзінің әйелінің сөзін сөйлей алмай отқандығынан деп. Оның шешесі өледі. Мақұл, шешесі өлмесе де, шешесі өлмей тұрып өледі, өзі өледі, или болмаса жаңағы әйел адам дегенмен де көбіне ең ауыр жүкті де көтере алады деп айта аламын мен. Бұл біздің қоғамда бұрын да болған ондай нәрсе. Жалғыз әйел бір отбасын асыраған кездерде оған баласын да жетілдіріп, жаңағы шешесіне де көмектесіп, бауырларына да көмектескен ондай замандар болған. Дегенмен де ондай жаңағы соғыс кездерінде де болған, бұрынғы атам заман кездерінде де болған. Қазіргідей Төле би, бұрынғыдай Төле би, Әйтеке би, жаңағы Қазыбек би деген би жоқ бізде, білесіңдер. Жаңағыдай төрелік жасап отыратын, әділдікті шешіп отыратын қазір бізде заң бар. Бірақ заң бойынша әрине көп нәрсенің шешімі де болса болып жатқан шығар. Дегенмен де айқайдам көп нәрсеге келген кезде заңның да кейде кішіде келмей қалатын кездер, заңның да кішкене олқылық кездері болып тұратындығы айдан анық екенін айта аламын. Оның бірі өздерінің балдарына өздері төлемей жатқан алимент деп айтар едім. Жаңа жер дауы, жесір дауы деген баяғыдан келе жатқан нәрсе.
Так что оған келген кезде еш нәрсе айта алмаймын. Қарым қатынас нақты қанша уақытқа белең алады, қай уақытта келеді дейтін болса, 5-ті көрсетіп тұр. 5 санына байланысты ер азамат сізге келеді, содан хабар болады деп айтар едім. 5-і, 15-і, 25-і, сағат 5-ке дейін дейтін, 15:00 не болмаса 5:00 деген уақыттарға да келіп тұрғандығы айқындалады. Картаның советін тыңдайық. Совет карты. Әр нәрсеге алып өзгеріп ұша бересің, өзгеріске ұшыра деп тұр саған. Бірінші өзгеріске ұшыра. Карта смерть, карта трансформация деп тұр. Трансформация жасау керек саған. Яғни, не істеу керек? Бұрынғы өзіңді ұмыт. Жаңағындай жақсылық жасаған, жаңағы сиырды сипағанды білмеймін, сиырды сипағанды біледі деп айтады ғой, сол сияқты сенің жаңағы жасап атқан отбасым үшін ойбай өйстіп атырмын, сөйтіп атырмын, күресіп атсың, сен оның жаңа отымен кіріп күлімен шығып атсың, сонда да сенен жеме-жемге келген кезде сенен жаман адам жоқ. Сол үшін отқа күйіп, ары жүгіріп, бері жүгіріп жүре берме деп айтар едім. Ары жүгіріп, бері жүгіріп, бәрібір жақсылық естіп атқан жоқсың. Нафиг де болды. Бұрын 100% өзіңді осы отбасының қамы үшін деп сөйтіп еңбек ететін болсаң, қазір 100% емес, кідеті 50% ғана атсалыс. Көрдің ғой, өйткені жеме-жемге келген кезде сенен жаман адам жоқ. Бәрібір де сенен жаман адам жоқ. Жаңағы күйеуіңнің осындай қиындықтарға келген кезде күйеуіңнің қандай қарым-қатынас жасағанын, күйеуіңнің әрбір жаңағы отбасы мүшесі қандай қарым-қатынас жасағанын сен білесің. Сол үшін саған қатты полиция етудің керегі жоқ. Өз-өзіңе уақыт бөл. Фитнеске бармайсың ба, үйде отырып кітап сатып ал, бір 3.000 теңгеге, 4.000 теңгеге мынандай қалың кітап сатып алсаң, соны оқы, өзіңді дамытумен айналыс дегенде ойбой отырып алып жаңа әрбір коучтың әрбір несіне жаңағындай курсын сатып алып, соны тыңдап, ойбай соны істе деп айтпаймын саған. Дегенмен де бір мезгіл өзіңнің сүйікті жұмысыңмен, өзіңнің қалауыңмен жаңағындай диванда жатып сенің де сот күш қылау, сенің де қолыңнан келеді. Ең құрмағанда сондай нәрсемен айналыс деп айтар едім. Рыцарь мечей. Жаңағындай үйдің тірлігіне келген кезде еркектің жұмысына қаратай беріліп, ойбай мынау аңғал-саңғал болып тұр, қой мынаны істеп тастайық, мынаны істеп тастайық. Айтып тұрмын ғой, көтіңді де қимылдатпа. Енді артық айтсам ренжімеңіздер, жаман сөз айтып қалсам ренжімеңіздер, артық кетсем ренжімеңіздер, бірақ өз жаныңды өзің күтпесең, ауру болған кезде сені ешкім де керек қылмайды, мен саған айтайын. Сол үшін алып ұшып жүгіре берме, әр нәрсеге болсын жүгіре берме. Дайын қазір. Жаңа еркектерде сантехник шақырады, ойбай еркектерде забор өретін адам шақырады, сол сияқты қонақ бірдеңе болатын болсаң, жаңа үштігін 70 теңгеден болсын, 80 теңгеден болсын, жаңа самсаң бар, басқаң бар, килограмдап та қазір сатады бауырсақты, или болмаса дайын, өзім пісіре салам, сәл арзандау болады ғой дейтін болсаң, дайын ашытылған қамырларды да сатады сол нан пісіретін жерлерде. Сондай қып, өз жұмысыңды өзің жеңілдет. Алып ұшып ертең күні бір жерде тоңқайып белің ауырып жатқан кезде саған ойбай келінімнің белі ауырып жатыр екен ғой, или болмаса ойбай менің әйелімнің белі ауырып жатыр екен ғой, мен жанынан табылайын да демей, сол кезде балыққа кетеді де қалады. Мен айтты дейсің сол кезде. И карта повешенный. Көп ойға қалма деп тұр саған. Көп ойланасың. Адам ойланған кезде өзінің ағзасындағы 2% энергияны жоғалтады. Это во-первых. Ол әшейін ойлану үсті болсын, жаңағы. Ол тіптен сабақ оқып отқан балада да сондай болады. Ойланған кезде бала денесіндегі 2% энергиясын жұмсайды. Ол үлкен адамда да, ересек адамда да, орта жастағы адамда да, қарт адамда да сондай. Ал егер ойлану
мәселесі сабақ туралы емес, не болмаса нақты бір ғылыми жоба емес деп айтар едім. Сондай емес, жаңағындай нақты уайым әкеп тұрған, бұл отбасым қалай болады екен, қалай қояды екен, не істесем екен, не қылсам екен, немен аяқталар екен, енді не қылар екен, қашан хабарласады екен деген ішкі ағзаны жеу ойларына туындаған повешенный картасы бойынша, яғни сондай ойларға қатты ойламауға тырысу керек деп тұр негізінен. Егер ондай ойға қалатын болсаң, адамның ауруы жаңағы физически сен ауырмайсың, сен моральный ауырасың былайша айтқан кезде. Физически жаңағындай ауыр зат көтеріп белді ауыртып алу, не болмаса жаңағындай кілем қағып атып үйтіп қалу, сөйтіп қалу, не болмаса жұмыс істеп атып шалынып құлап тізесін сындырып алу деген нәрсе ерунда. Ол нәрсе сынық та жазылады, жаңа кесіп кеткен нәрсе де жазылады. Ал вот адамның эмоциональный өз-өзін жегідей жеп, эмоциональный шаршап, шалдыққан ауру, ол вечный нәрсе. Адам әр ойланған сайын нервісі құрайды, әрбір жаңағы қол көтергенін ойлап, не болмаса жаңағындай осы ситуацияда мен сол жерде сөзім сөйлемеді деп өзіңді іштей жегіде жеген нәрсе, ішіңдегі сондай кезде нервін жетесің, переживание болады, сенде переживать етесің қатты. Сондай кезде сен іштегі нерв клеткаларың азаяды, әр жасушаң өле берген кейін ең соңында сен не шизофрения боласың, не сал ауруы боласың. Құдай сақтасын, дегенмен де ол нәрседен аулақ бол, көп ойға қалма деп көрсетіп тұр. Нақты бұл сізге арналған бүгінгі таро жорамалының советі деп айтар едім. Көріп отқан көрермендер, мен сіздермен тағы да жүздесіп қауышқаныма өте қуаныштымын. Мені осы уақытқа дейін қолдап келгендеріңізге рахмет. Әрбір комментарийларыңыз, әрбір лайк басқан реакцияларыңыз мен үшін үлкен көмек, білесіздер. Дегенмен де сол көмектеріңізді әлі де тоқтатпасаңыздар екен деймін. Ең бастысы амандықта, саулықта болайық. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Маған өзіме тікелей шығу үшін WhatsApp мессенджеріне жазсаңыздар болады. Мен ол номерді тақырыпта қалдыратын боламын. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.